Так, саламатсыздар құрметті тыңдаушылар. Қазір біз Бозарықтан сөйлеп тұрмыз. Бозарық бұл қазір Бозарықта біздің екінші клиникамыз жайғасқан. Жаңа клиникамыз жақында іске түсті ғой. Так, қазір өте қуанышқа орай Бозарықтың аты Алтын Ордаға ауысты. Алтын Орда. Алтын Орда деген ол қазақтың, яғни түркі халықтарының кіндік қаны төгілген жер. Соның үшін өте біз қуанышқа беленіп отырмыз. Алтын Орда деген аты болды. Бозарық емес, Бозарығымыз Алтын Орда болды. Так, енді бүгін сөйлейін деген әңгімеміз қазір давление деген ауру өте көбейіп бара жатыр бізде. Так, көп адамдар давлениеден қирап жатыр, инсульт болып жатыр, инфаркт болып жатыр. Так, даже кетіп қалып жатыр, реанимациядан қайтпай, даже жатқан жерінен тұрмай қалып жатыр. Жастар әсіресе. Жақында ғана кетіп, 40 жастағы бір жолдасымыздың баласы кешқұрым жақсылап тойға барған, арақ ішкен, саунаға барған, жатқан, азында тұрмай қалған. Жасы 40-та давлениемен ауырып жүрген. Қазір Шымкентте қанша халықтарымыз бар? 180-200 бен давлениемен жүре береді, жігіттер әсіресе. Жүрміз ғой дейді, дәріні ішіп алады, болды. Бірақ оның алдын алу керек, давлениеге қарау керек, давлениені түсіру керек, давление 120-ға 80-ге түсу керек. Ол өте қауіпті жағдай болып бара жатыр қазір. Енді бүгінгі айтайын деп жатқан сөзіміз, қазір біздің жегіміз келіп ауырып келген бізге. Қазір бұл кісі келгенде өте ауыр жағдайда келді. Келгенде почти паникаға түсіп, катастрофа болып, уже дүние төңіліп кетті бұл кісіге. Маған видеозвонокпен звондап, көке мен қирап жатырмын, қарамасаңыз болмайды деген кейін барлық емнің бәрін салып әзір емдедік. Қазір күліп отыр, жақсы жағдай. Давление 120-ға түсті. Дегенде 200-ден асып келген еді давление. Бұл жерде не емес, қазір бұл жегіміз өзін таныстырады, қалай келді, не болды, қалай емделді, бәрін айтып береді. Потому что бұл басқа осындай ауырып жүрген адамдарға сабақ болу керек. Потому что давлениемен ойнасып болмайды. Инсульт болғаннан кейін бұны емдеу өте қиын. Бізге келді ғой инсульт больнойлар. Енді ол очень жалко да. Бейшаралар 5-6 жыл жайында жатады, төсек тартып. Ақыр біреулерге барсам айтады, көке бір дәріңіз жоқ па? Мен арғы дүниеге жөнеп кете салсам. Мен дейді, аспанға ұшайын десем ұшамаймын, жерге кірейін десем жер қатты дейді да. Соның жағы қорлық. Соның үшін әр нәрсенің алдын алған жақсы, алдын алған. Міне қазір алдын алып отырмыз біз. Соның қазір жақсылап айтып береміздер, қандай болды, не қойды. Енді таныстырыңыз өзіңіз, аты жөніңіз? Менің аты жөнім Тасып Жалғасбай Оразбаевич, Шымкент қаласының тұрғынымын. Жасым неште? Жасым 43-те. Сізге келу мақсатым, давление өте жоғары болды, 280, ақырында 220-ға дері барды. Ұйқы жоқ болды? Ұйқы болмады. Бас айланды, жүрек жаншыды? Бәрі нәрсе болды. Енді бірінші алла, екінші сіздің арқаңызда қазір давлением 120-да 80, Аллаға шүкір. Бүгін 8 күн лечение алдым осы кісінің қарамағында. Қазір енді больницадан шығып жатырмын. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Сізге өте ырзамын, рахмет. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Елге осында қызмет қылып, осында клиника ашып, маған өте ыңғайлы. Бұл Құрсайдан қарағанда, енді Құрсайдың тұрғындары, жерге жақындары, о жаққа ыңғайлы. Енді маған ыңғайлы болған екен, сізден сұранып осы жаққа келдім. 8 күн ем алдым, Аллаға шүкір, давлением бәрі жақсарды. Енді дальнейший жандегі сіздің берген шөп дәрілеріңізбен, сіздің режиміңізбен, диетаңызбен, Құда қаласа ары қарай үйде ем аламыз. Алла бұйыртса. Енді қазір ем бұл жерде момент. Бұл кісіні қалай емдедік біз? Емдегенде біз химикатқа рол берген жоқпыз көбірек біз диетаға рол бердік. Малхам деген ішті бұл кісі. Малхам іштіңіз ғой? Малхам іштім. Малхам ішті, диетаға отырды бұл кісі. Правильно? Малхам іштім, диетаға отырды. Спорт. Полный жылқыны тазладық біз. Бауыр тазладық бұл кісінің. Бауыр тазлағаннан кейін давление түсті. Қазір давление 120. Енді қазір бұл кісіге біз әзір үйге полный режим жазып жатырмыз. Енді бұл кісі соның бәрін орындаса, бұл кісі дәрі ішпейтін болады. Енді көп Құда қаласа адамдарда бізге түсінше келеді біреулер. Дәл айтады, давлениеден құтылып болмайды екен. Давлениеден құтылса болады. Бірақ емін табу керек, режимге отыру керек, айтқанның бәрін істеу керек. Қазір ең қирап жатқаны біздің ауру астан, дау қарындастан деген. Тамақтан қирап жатады, тамақ. Культура, диеты жоқ бізде Қазақстанда. Ең главный жылқы етінен қирап жатады. Жылқының еті, қойдың еті, бұның бәрі ыстық. Адамның қанын қойлатып жүріп жатыр. Жақында мен вообще бұдан публикация жасамақшымын. Именно еттен қирап жатыр, ет.
Бәрінен сұрасаң айтады, қазақпыз ғой дейді. Қазақ бұл жылқының етін жеп жатырмыз, қойдың етін жеп жатырмыз. Диета десем, қазақпыз ғой, ет жемесек болмайды ғой. Сол үшін қазір сол именно натура диетаның арқасынан келіп шығып жатыр. Ең бірінші причинасының бірі. Енді басқа себептер де бар ғой, бірақ ең основной себептердің бірі сол. Енді бұл шегіңізге айтамыз, ауырмаңыз, құда қаласа. Рахмет сізге. Алла денсаулық берсін. Алланың ең қымбат нәрсесі бұл денсаулық, білбеңіздер. Денсаулық болмаса бізге келеді ғой мына. Қалтасында ақшасы тола, денсаулық жоқ. Сондай аурулар бар, миллионға сатып алмайсың оны. Сол үшін әр аурудың алдындаған жақсы. Енді сіз не айтасыз біздің нелерге? Сіздерге, көрермендерге келіңіздер, емделіңіздер, денсаулық, бірінші байлық денсаулық дейді ғой, сол денсаулыққа қарамасақ, тура осындай болады екен. Жаспыз, күштіміз, мықтымыз деп жүрген адамның бірі мен едім. Осы кісіге ойбай деп ақырында видео звонок қылып, ем алып, Аллаға шүкір, бүгін үйге қайтып жатырмын. Құда қаласа сіздер де ауырмаңыздар, ләжі болса ауырмаңыздар. Ауырсаңыздар, келіңіздер, шөп дәрімен, табиғи жолменен ем қабылдайсыздар. Аллаға шүкір, жаман болмайсыздар деген ойдамын. Болды, рахмет. Рахмет сізге. Хорошо, Алла шипасын берсін. Жақсы.